Дүние шынында да ғажайып. Қанша сыр, қанша сұлулықты бүгіп тұр десеңіз жол. Өміріңіздегі ең айтолы сапарға шықпас бұрын сізге не керегін ойладыңыз ба? Меніңше, серік керек. Сенімді, жаныңызға жақын, жайлы, кең пейілі. Сонымен, сізге Еуразияның нақты өрінде орналасқан ең үздік авиакомпания туралы айтайын. Air Astana Қазақстанның ең ірі ұлттық тасымалдаушысы және орталық Азиядағы ең үздік авиакомпания. Тәжірибелі халықаралық мамандардың басқаруындағы авиакомпания қазіргі таңда 43 ішкі және халықаралық бағдарлар бойынша тұрақты рейстерді жүзеге асырады. Компания 2002 жылы өте аз ресурстармен құрылды. Уақыт өте келе Air Астананы ірі халықаралық авиакомпанияға және Қазақстан мен орталық Азияның көлік инфражүйесіндегі маңызды компонентіне айналдыра алдық. Және бұған біз мемлекеттің немесе акционерлердің көмегіне жүгінбей-ақ өз күшімізбен қол жеткіздік. Соңғы 2 жыл бойы әлемді жайлаған коронавирус пандемиясы кезінде де ешқандай көмекке сүйенген жоқпыз. Air Astana халықаралық марапаттарымен айғақталған қызмет көрсетудің жоғары деңгейін, әрі ішкі және халықаралық тасымалдауларды дамыту жолында тиімді басқарудың үлгісін көрсетіп келеді. Я летаю на Airbus 321 Long Range. Мен Airbus 321 Long Range бортымен ұшамын. Бұл ең жақсы ұшақ. Оны басқару, мынадай форма кию үлкен жауапкершілік жүктейді. Компанияның бәрі өз кадрларын шығарып жатқан жоқ. Сондықтан мен Air Астанаға қарыздармын. Арманымның жүзеге асқан үшін, әрине. Air Астананың ұшқыштарды дайындайтын Abinishi атты бағдарламасы бар. 14 жылдың ішінде бұл бағдарлама бойынша 300 кадет әлемнің үздік авиамектептерінде оқып шықты. Әлбетте, балаларының жеткен жетістіктері ата-аналар үшін үлкен қуаныш. Қазіргі қыздар мен жігіттер осы заманғы ең үздік ұшақтармен әуе кеңістігін шарлап жүр. Air Astana компаниясының авиапаркінде қазір 35 ұшақ бар. Олардың орташа жасы 4,5 жыл. Компания флотты үнемі жаңартып отырады. Соңғы сатып алынған экологиялық жағынан заманауи ұшақ Airbus 321 Long Range. Заманауи үлгідегі техникалық мүмкіндіктер және үздік инженерлік құрамның арқасында Air Astana өз паркіне ғана толық техникалық қызмет көрсетіп қоймай, сондай-ақ басқа әуе тасымалдаушыларға да техникалық көмек көрсетеді. 2019 жылы Air Astana авиакомпаниясының базасында Қазақстанда бірінші рет Flyarstan Low-Coaster авиакомпания құрылды. Low-Coaster'дың бағдарлық желісі 44 бағыт бойынша ұшуды қамтамасыз етеді. Оның 12-сі халықаралық әуе қатынастары. Flyarstan ішкі авиатасымалдау нарқын арттыруға ықпал етті. Ол іске қосылғалы бері халықтың ұшуға деген талпынысы 30%-ға өсті. Осының барлығы Қазақстанды әлемдегі ішкі нарыққа ең қарқынды дамып келе жатқан елге айналдырды. Жолсерікті таңдау қатаң талаптармен жүргізіледі. Өйткені борттағы қауіпсіздікті сақтау біздің басты міндеттеріміздің бірі. Ол арнайы дағдылар мен табандылықты қажет етеді. Біз үнемі біліктілігімізді арттырып отырамыз. Ең үздік алаңдарда жаттығамыз. Жолаушыларға деген жылы ықыласымызды, лебізімізді әлбетте олардың өздері байқайды. Мен білетіндердің ішінде қазақтар ерекше қонақжайлықпен ерекшеленеді. Мұнда осындай дәстүр бар. Air Астананың үздік сервисі үшін үнемі жоғары бағаланатын да осыдан болар. 2020-2021 жылдар бүкіл авиасала үшін қиын кезең болды. Дегенмен икемділік пен тиімді шешімдер қабылдаудың арқасында компания тасымалдау көлемін қысқа мерзімде қалпына келтіре алды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Air Astana 7 миллионға жуық жолаушыны тасымалдады. Жүк тасымалы нарқында да өз орнын алды. Карантиндік шектеулерге қарамастан біздің компания үнемі өсу үстінде. 2021 жылы компанияның жылдық жиынтық түсімі 756 миллион доллардан асты. Таза пайдасы 36 миллион долларды құрады. Жалпы өзінің 20 жылдық ғұмырында Air Astana бюджетке салық және басқа да төлемдер ретінде шамамен 500 миллион ақш долларына тең қаржы құйды. Компания қысқа мерзімде пандемия жағдайына икемделіп жинақтала алды.
Былтырғы жылдың табыс көрсеткіштері компанияны әлемдегі табысты кәсіпорындардың біріне айналдырды. Мұны компания басшылары да жасырмайды. Сонымен жемісті жұмыстың сыры неде? Эйр Астанада жоғары дәрежеде мамандандырылған және өсуге ұмтылған керемет жандар жұмыс істейді. Біз дүние жүзі бойынша дұрыс адамдарды жұмысқа аламыз. Қазіргідей қиын кездердің өзінде біздің қызметкерлер өздерінің жеке ұстанымдарына, ұлтына, наным сенімдеріне қарамастан бірге жұмыс істеп келеді. Біз шынымен де бір компания, бір команда, бір отбасымыз. Эйр Астана компаниясының рейтингі жыл сайын өсіп келеді. 5 миллиондай жолаушы Nomad Club арнайы сыйақы бағдарламасының тұрақты қатысушысы болып табылады. Бұл оларға Эйр Астананың жомарт қолынан шыққан артықшылықтарды молынан пайдалануға мүмкіндік береді. Компанияның 5,5 мың қызметкерін біріктіріп тұрған ортақ мақсат та сол. Осы қызмет көрсету. Сізде сапарға шыққанды жақсы көресіз бе? Кеуде кері дем алып өмір рахатына бөлеңіз келе ме? Қызықты бөлісуге біз де дайынбыз. Эйр Астана, идея, әуе компания, өмір салты.